Қайырлы күн, бүгін сіздермен өте оңай және де пайдалы десерт дайындайтын боламыз. Ұнаса тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар, және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ең алдымен 400 грамм ірімшігімізді 1-2 масса болғанға дейін блендерлап аламыз. Үстіне 200 грамм вареную сгущенкамызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Блендерді де қолдансаңыздар болады. Кондитерлік қапшыққа немесе стаканға қасықпен салсаңыздар да болады. Құлпынайымызды, өрігімізді, яғни абрикосымызды ұзыншақ қылып кесіп аламыз. Кез келген жеміс жидекті қолдансаңыздар болады. Өрігімізді үстіне салып, екінші қайтара тағы да құйып шығамыз.